Өзіңізге немесе балаңызға велосипед сатып алу үшін дүкенге барудың қажеті жоқ. Ең бастысы, онлайн тапсырыс бергенде неге назар аудару керектігін білу. Жолсыз жерлермен жүру үшін амортизациясы жақсы, әрі дискілік тежегіші бар тауға арналған велосипедті таңдаңыз. Мұндай құрылым кедір-бұдыр жолдарда жайлы жүруге, велосипедті жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді. Рамасы алюминийден жасалған, әрі құрсаулы тежегіштері бар жеңіл велосипедке қызмет көрсету оңай. Және ол күнделікті қала ішінде жүруге өте қолайлы. Тас жолға арналған велосипед трассада жүру үшін керемет таңдау. Жеңіл рамасы мен жіңішке дөңгелектерінің арқасында ол тегіс асфальтта жылдамдықты тез алады. Аралас бағыттар үшін гибридті велосипед өте қолайлы. Ол асфальтпен жүруге де, жолсыз жерлермен жүруге де жарайды. Жол жүргенде шаршағыңыз келмесе, онда электрлік велосипедті қарастырып көріңіз. Оны кәдімгі велосипед сияқты тебе аласыз. Өрге шыққанда мотордың көмегін қолдануға, немесе мотор педальды сіздің орныңызға айналдыру үшін толықтай электрлік тарту күшіне өтуге болады. Таңдау кезіндегі басты назар аударатын нәрсе дөңгелектің өлшемі. Диаметрі неғұрлым үлкен болса, жиектастар мен кедір-бұдыр жерлерден өту де соғұрлым оңай болады. Егер балаңызға велосипед таңдасаңыз, оның өлшемінің шақ келуі және тым ауыр болмауы өте маңызды. Велосипедті баланың жасына емес, бойына және дөңгелектің диаметріне қарап алыңыз. Каспий.kz-тегі магазинде басқа сатып алушылардың берген бағасы мен суреттері бар пікірлерін және қолдану тәжірибесін міндетті түрде қарап шығыңыз. Олар велосипедтің нақты жағдайда қаншалықты ыңғайлы екенін түсінуге көмектеседі. Белсенді демалыс үшін Каспий.kz-тегі магазиннен велосипед сатып алыңыз.